Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жеңіл, оңай, тез дайын болатын әрі дәмді пирог жасайтын боламыз. 12 қасық деп аталады. Аты айтып тұрғандай, барлық заттарды 12 қасықтан салатын боламыз. Үйдегі бар заттармен жасалатын өте дәмді пирог. Міндетті түрде жасап, менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Одан кейін 12 қасық сүтімізді құятын боламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Достар, менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видео шыққан кезде сіздерге бірінші болып көрініп тұру үшін. Енді 12 қасық майымызды, сұйық майымызды құятын боламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салат түрлері, пирожнылар, торттар бар. Кіріп көріңіздер. Әрбір жазған комментарий, лайктарыңыз менің қазақ тілі арнамның дамуына үлкен үлесін тигізеді. Одан кейін 12 қасық құмшекерімізді салатын боламыз. Пирогты бисквит ретінде де қолдана беруге болады. Арасына крем жағып ұсынсаңыздар да болады. Келесі кезекте ұнымызға 1 қасық разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Блинчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Қанты ерігенше араластырып алғаннан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай. Жарты сағатта таяқшаның көмегімен шұқып көрсеңіздер болады. Құрғақ болып шықса піскен деген сөз. Сулы болса тағы да бір 10-15 минуттай қойып аласыздар. Ұнымыз салып болғаннан кейін жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массамызды кез келген қалыпқа құйып алып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста пісіреміз. 40-45 минуттай пісіріп аласыздар. Дайын болған пирогымызды шоколад немесе сахарный пудра сеуіп ұсына бересіздер. Өте дәмді, оңай жасалады. Ең бастысы үйдегі бар заттармен жасалады. Бисквит ретінде қолданып, арасына крем жағып ұсына берсеңіздер де болады, торт ретінде. Осылай оңай әрі тез жасалады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ішінде кесіп көрсетіп қояйын сіздерге. Видеомды көрсеңіздер, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және лайктарыңызды басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Осылай жұмсақ болып шықты. Баршаңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.